құрметті дебаттер қауым, бүгінгі бізде қаралатын қарар бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Сөз кезегін үкімет фракциясының бірінші спикеріне береміз. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Қайырлы күн. Алдарыңызда тұрған үкімет тарапынан премьер-министр Нұрислам Сақтаған. Олай болса, алаңды үкіметке тән алаң ашу мәселесімен бастап кетсек. Бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Ең алдымен мен алаңдағы парламентарияға, оппозицияға, үкіметке лайықты түрде алаңды түсінікті етіп ашып беріп кетсем. Дефиниция. Мектептегі буллинг бұл бір оқушының немесе оқушылар тобының басқа оқушыға қайталанатын түрде әдейі зиян келтіруі. Бұны біз 4 түрде бөліп қарастырып бере аламыз. Біріншісі физикалық буллинг, адамдарға жарақаттау, физикалық қысым көрсету, физиологиялық зиян келтіру қағидаттары. Екіншісі сөзбен, яғни моральды түрде кемсіту, балағаттау оқиғаларының орын алуы. Үшіншісі бұл әлеуметтік арнайы түрде бойкот жариялау, бұны жалғыз қалдыруы, қандай да бір іс-шараларға қатысуын шектеуі және қоғамдағы нақты рөлін жоғалтуға итермелеуі. Және төртінші түр бұл қазіргі таңда кең тараған кибербуллинг. Бұны біз қалай сипаттаймыз? Бұл әлеуметтік желілерде, телефон, қазіргі заманғы байланыс құралдары арқылы буллинг жасауды кибербуллинг деп атаймыз. Кеттік, алаң түсінікті болса, біз осы мәселенің шығу тарихын бүгінгі күнгі статус-квосын келтіріп кететін болсақ, статус-кво ЮНЕСКОның мәліметі бойынша әрбір үшінші оқушы, әлем оқушыларының 32% өздерінің буллингке ұшырағандығын айтқан. Білім және ғылым министрлігінің 2023 жылы нәтижесіне сәйкес Қазақстанда оқушылардың 12% мектепте буллингке ұшырайды. Одан өзге ЮНИСЕФ-тің мәліметі бойынша 17% оқушылар интернетте қандай да бір кемсітушіліктерге ұшырайды. Түсінуіміз керек, бізде проблематика қандай? Проблематика мынада. Оқушылар мектепте білім алуға келіп, қандай да бір тараптардың әсерінен қысымға ұшырап жатыр. Бұл өз кезегінде үлкен мәселеге айналып, қоғамның білім алуына үлкен зиян келтіруде. Енді біз осы нәрсені шешу үшін өзіндік механизміміз, антибуллинг механизмін ұсынамыз. Антибуллинг механизмі 5 тараптан тұрады. Біріншісі бұл әлеуметтік үшбұрыш құрау, екіншісі бұл достық бұрышын жасау, үшіншісі эмпатия театры, төртіншісі QR код қабырғасы, бесіншісі буллинг подкаст. Ең алдымен осының үшеуін ашып кеткім келеді және екеуін өзімнің екінші спикеріме қалдырамын. Бұл біріншісі достық бұрышы, хаттар, яғни құпия достық мәселесі. Біз түсінуіміз керек, қазіргі таңда балалардың негізгі мәселесі неде? Олар бір-бірімен нақты да бір қандай ашық қарым-қатынас орната алмауында. Төрешім 30 секунд қосуыңызды сұраймын. Нақты қарым-қатынас орната алмайды, сәйкесінше оларда не болады? Оларда бір-біріне қарап ашық сөйлесе алмау нәтижесінде бір-бірін дұрыс танымайды. Ал дұрыс танымаған жерде олар бір-бірін дұрыс білмейді, сәйкесінше бұл буллингке алып келіп жатыр. Ал енді достық бұрышы хаттар дүниесінде сіздер өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді құпия түрде хат ретінде қалдырып, екі адам бір-бірімен анонимді түрде араласа алады. Сәйкесінше олар әуелі бір-бірінің ішкі жан дүниесін көреді. Артынан барып бір-біріне кім екендігін мойындап сыртқы жан дүниесін көреді. Сәйкесінше бұл балалардың өзара ішкі жан дүниелерін түсінуге әсер етеді. Одан кейін екінші механизм бұл эмпатия театры. Эмпатия театры дегеніміз не? Оқушылар бұл буллинг сахналарын өзінің мектеп театрларында көрсету керек. Ол жерде оқушылар рөл алмастырып, яғни бірінде буллингке ұшыраған оқушының рөлін сомдаса, екіншісі буллингті жасаған оқушының рөлін сомдау керек. Сәйкесінше олар өзін екі тұлғаның да орнына қойып көру арқылы қандай сезімдер болатындығын нақты түсінік бере алады. Одан кейін менде үшіншісі бұл буллингсіз подкаст. Бұл қандай да бір психологтарды, мұғалімдерді шақыру арқылы оқушылардың өзара шын жүрекпен ортада әңгімелерді айтып, бір-бірімен нақты мәселелерді талқылай алуы. Бұл сәйкесінше оқушылардың өзара жақсы араласуына әсер етеді. Енді саяси қарардың механизмдерінің негізгі сұрақтары: кім, қашан, қалай? Қалай деген сұраққа мен нақты жауап бердім деген ойдамын. Қашан? 2025 жылдың 2025-2026 оқу жылының аяқталуына сәйкес осы жобаларды қолға алу қажет. Кім қолға алу қажет? Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі қолға алып, осы мәселелерді дамыту керек. Сәйкесінше біз қандай жетістікке жете аламыз? Біз бастапқыда айтылған әр үш оқушы 32% буллингті 3-7% аралығына шейін төмендете аламыз. Алдарыңызда болған үкімет тарапынан премьер-министр Нұрислам Сақтаған. Көп рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі сөз кезегі оппозиция фракциясының бірінші спикеріне. Амандасу салтыңыз демекші, армысыздар құрметті дебаттер қауым. Мен Еркін фракциясының бірінші спикері Аманжолова Шынайым Қасқарбекқызы. Бүгінгі бізге беріп отырған қарар бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Біздің позиция оппозиция. Ең бірінші мен өзінің алғы сөзімді қарсылас фракцияға деген жалынды қарсылықтарынан бастайтын болсам, біздің қарсылас фракция хат деген мәселені айтып кеткен болатын, бірақ ол хаттардың арасында олар қандай нәрсе жазатыны бізде белгісіз. Яғни оқушылар бір-біріне кейбіреуі басқаша нәрсе жазу керек, біз оларды оқи алмаймыз, олар бір-бірімен оқиды. Олар сол хатты жазуының арқасында да олардың арасында буллинг болуы мүмкін деген нәрсе болады бізде. Енді өзімнің дефиницияны енгізе кететін болсам, буллинг бұл тек физикалық күш қолдану ғана емес, психологиялық қысым, әлеуметтік оқшаулау және жаңа сөзбен қорлау түрінде де көрінетін агрессия. ЮНИСЕФ деректеріне сүйенсек, әлемде
мектептегі әрбір 3 оқушының біреуі буллингтің құрбаны болған. Қазақстанда да жағдай күрделі. 2021 жылғы зерттеуге сәйкес оқушылардың шамамен 30% мектепте буллинг көргенін мойындаған. Мұндай жағдайда тек тәртіп бұзушыларды жазалау жеткіліксіз. Біз баланы ой-сана деңгейінде алдын алатын жүйелі шешу қажет деп есептейміз. Біздің философия тәрбие тал бесіктен. Яғни бала мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап тек әріп пен санды ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынас орнатуы, эмпатия мен өзара сыйластық үйренуі тиіс. Буллинг қарсы мәдениетті санаға ерте сіңірмейінше бұл мәселені түбегейлі шешу мүмкін емес. Енді мен өзім әрі қарай аргументтермен жалғастыратын болсам, бірінші аргументіміз сананы ерте қалыптастыру, ал екінші аргументіміз практика мен эмоциялық тәжірибе арқылы үйрену. Біздің бірінші аргументіміз сананы ерте қалыптастыру. Буллинг бұл тек тәртіп бұзушылық емес, ол тереңде жатқан құндылықтар мен көзқарастың бұрмалануы. Баланың басқа адамға зиян келтіруді қалыпты әрекет деп санауы қоғамдағы зорлықты көріп өскеннің нәтижесі. Неге ерте жастан бастау керек? Көптеген педагог психологтар, соның ішінде Жан Пиаж және Эриксонның теорияларына сәйкес, бала 6 жасқа дейін өзіне және әлемге деген негізгі қатынасты қалыптастыра алады. Сол кезеңде бала не дұрыс, не бұрыс екенін сезіне бастайды. Егер осы кезеңде балаға эмпатияны, өзгеге жанашырлық танытуды, достықпен көмектесудің маңызын үйретсек, бұл оның болашақ мінез-құлқына тікелей әсер етеді. Нақты мысал келтіре кететін болсам, кейбір мектептерде мұғалімдер буллингті тек ескерту, ұрысу немесе тәртіптік жаза арқылы шешуге тырысады, бірақ бұл тәсіл көп жағдайда буллингті жасыруға итермелейді, балалар қорқады, жәбір көреді. Ал біз ұсынып отырған тәсіл баланың ішкі сенім жүйесін өзгерту. Яғни егер бала бірінші сыныптан бастап бұл әрекеттің жаман, зиянды, ренжітетін дүние екенін түсінсе, ал оны қалыпты нәрсе деп қабылдамайды және жыл сайын қайталап оқыту бұл ақпараттық бекітуге көмектеседі. Біздің екінші аргумент практика мен эмоциялық тәжірибе арқылы үйрену. Көп пән тек теориямен шектеледі. Сондықтан бала құр тыңдап отырады. Бірақ эмоциялық интеллект пен қарым-қатынас дағдыларды тек айту арқылы емес, тәжірибе арқылы да қалыптастырады. Бұл пән не береді? Рөлдік ойындарда балалар құрбан, булли, байқаушы рөлдерін сомдап көреді. Олар тек көру емес, сезіну арқылы түсінеді. Мұндай тәсіл баланың эмоциялық санасын оятады. Мысалы, бір оқушы құрбанның рөлін ойнап отырып, сөзіне ауыр сөз айтылғанда не сезінетінін шынайы бастан кешіреді. Бұл теория емес, тірі тәжірибе. Енді бұған нақты мысал келтіретін болсам, Финляндияға Кива атты бағдарлама дәл осындай эмоциялық тәжірибе мен ұжымдық ойындар арқылы балалардың бір-біріне деген қарым-қатынасын өзгертті. Нәтижесінде буллинг көрсеткіші 50%-ға дейін төмендеді. Бала сезіну арқылы үйренеді. Бұл пән оны дәл сондай деңгейде тәрбиелейді. Салыстыру үшін тағы бір мысал айта кететін болсам, бала математика сабағында теореманы тек оқыса ұмытып қалады. Бірақ егер сол теореманы практикалық есепте қолданса, ол есте қалады. Дәл сол сияқты буллингтің зиянын тек тыңдап емес, ойнап, сезініп, талдап үйренсе, ол өмірлік ұстанымға айналады. Қысқаша айтқанда, бұл пән жай ақпарат беру емес, баланың дүниетанымын өзгерту құралы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Армысыздар, бүгінгі дебат сүйер қауым. Бізге бүгінгі берілген тақырып бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең тиімді жолын, шешудің тиімді жолын ұсынады деп берілген. Бірінші мен өзім сөзімді оппозиция фракциясының бірінші спикерінің сөзіне тоқтала кетсем. Бұл жерде біздің бірінші оппозиция тарапының бірінші спикері баланы жастан тәрбиелеуіміз керек деді. Енді баланы жастан тәрбиелейтін болса, оны кім қалай тәрбиелейді? Ата-ана ма, мектеп па, қоғам ба? Бұл менің сұрағым. Енді екінші тағы бір сөзіне тоқтала кететін болсам, ішкі сенім нәтижесін өзгерту арқылы буллингке тоқтау жасаймыз деді. Осы жерде сәл мен өзім түсініңкіремей қалдым. Ішкі сенім нәтижесін біз қалай өзгертеміз, немен өзгертеміз? Соны сұрақ қылып қойып кеткім келеді. Енді біздің өзіміздің үкімет фракциясының ұсынған 5 аргументінің біреуіне тоқтала кететін болсам, бұл ата-ана, мектеп, оқушы деген үштік одақтың жұмысы. Яғни ата-ана, мектеп, оқушы тарапы үшеуі біріккен жағдайда буллингке қарсы жақсы жұмыс жүргізіледі деп есептейміз. Неліктен? Буллинг деген нәрсе бізге шетелден енгізіліп, енді ғана біздің
заңнамаларымызға еніп жатқан сөз болғанмен біздің қоғамда алып тұрған бұл буллингтің тигізіп тұрған зияны өте үлкен нәрсе. Сондықтан оның буллингтің түрлері, буллингке қандай нәрселер жатады дегенді біздің қоғам әлі сауатты түрде білмейді. Яғни біз ата-ана, мұғалім, бала үштік одағын қосып тәрбиелеген кезде біз бірінші қоғамға, оқушыға, мұғалімге, яғни мектепке буллингтің не нәрсе екенін және оның қандай іс-әрекеттер буллинг болып табылатынын оқытып, үйретіп, тренингтер өткізу арқылы дәлелдей отыра, яғни буллингке деген буллингке жол бермеуді ұсынамыз. Енді одан кейінгі QR код деген біздің неміз аргументімізде, ол мысалы QR кодтарды көрнекі жерлерге ілетін болсақ, ол жерде бізде қазіргі QR кодтардың ішінде телефон номерлері мен мәліметтер ғана беріледі. Енді біздің ұсынатын QR кодымызда ол жерде тек қана телефон мен мәліметтер берілмейді, ол жерде неше түрлі подкасттар беріледі, яғни суретпен, видеомен, яғни қандай нәрсе буллинг болып саналады, оны қандай зияны бар, қандай пайдасы бар қоғамға, сол нәрселердің бәрі көрініс табады. Тағы айта кететін нәрсе, қоршаған орта, бізде қоршаған ортада, жаңа өзім сөзін толықтыра кететін болсам, мектептегі баланың буллингтің мектепке, ол тек қана мектептің ішкі несінде ғана орын алмайды, яғни ол құрдастарынан буллинг көруі мүмкін, ұстаздан буллингке ұшырауы мүмкін, яғни мектептен қайту жолында немесе достарының арасында буллингке ұшырауы мүмкін. Соларды қатарынан қарастырып, қоғамды буллинг туралы сауаттандыруымыз керек деп есептейміз. Келесі сөз кезегі оппозиция фракциясының екінші спикері. Сәлеметсіздер ме, қарсылас фракция. Бізге берілген бүгінгі қарар бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Ең алғашқы бізге жаңа үкімет тобының ең алғашқы екінші спикері сұрақ қойып кеткен тұғын, мұғалім тәрбиелей ме, оқушыны ата-ана тәрбиелей ме деп. Бұл жерде мұғалімдер тәрбиелейді, өйткені оқушыны тәрбиелеу тек мұғалімдер тәрбиелейді, өйткені ата-анамен бірлесе отырып тәрбиелеу керек. Енді біздің буллинг жеке адамның әрекеті емес, ортада қалыптасқан үнсіз келісім. Егер бір баланы кемсітіп жатқанда басқа балалар араласпаса, бұл нағыз буллинг ретінде бекітіледі. Енді біздің негізгі ұжымдық норманы өзгертетін, яғни бұл сабақтарда әр бала ұжым алаңында өзінің ойын, эмоциясын айтып үйренеді. Бұл жерде біз негізгі мектепке эмпатия және достық деген жаңа пән енгізу арқылы біз осы мұғалімдер осы пәнді енгізу арқылы жаңағы оқушыларды буллингке қарсы тәрбиелейміз. Бұл ортада көмектесу мәдениетті қалыптастырады. Факт, ақш-та жүргізілген зерттеу бойынша, егер бір оқушы жәбірленушіге қолдау көрсетпесе, буллинг жағдайында 57% сол сәтте тоқтайды. Біз ұсынып отырған пән осындай араласатын оқушылардың санын арттырады. Енді бұл пәнді тек оқушы ғана емес, жаңағы мұғалімдер және ата-аналар арасында өткіземіз, себебі мұғалімдер бұл пәнге жүргізу үшін арнайы тренингтер өткізу қажет болады. Бұл оларға буллингті ерте байқап және дұрыс әрекет етуге жұмыс жасайды. Пәннің кей сабағында үй тапсырмасы ретінде ата-анамен бірге белгілі бір тақырыптарда сұхбаттар, тренингтер жүргізуге болады. Енді яғни пән тек баланың емес, бүкіл экожүйенің құндылығын өзгертеді. Канадалық бастауыш мектептерде эмоциялық интеллектке арналған пән енгізілгеннен кейін ата-аналардың 40% бала мінез құлқының өзгеріс болғанын айтады. Енді мен өз сөзімді қорытындылай келе,
бұл жай пән емес, бұл ортада қалыптастыру тетігі. Біз бұл пән арқылы жеке балаға емес, бүкіл ұжымның санасына әсер етеміз. Ұжымда жақсы қарым-қатынас, яғни қазіргі сөзбен айтқанда модаға айналады. Мұғалім, ата-ана, оқушы бәрі бір жүйе болып буллингке қарсы тұрады. Жазалаудан гөрі тәрбиелеу анағұрлым тиімді әрі тұрақты әдіс. Сондықтан біз бұл ұсынысты мектептегі буллингтің ең жақсы шешімі деп негізінде қорғаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі біздің сараптама бөлімі. Бұл бөлімді бастап. Сараптамада қарап қалма. Сараптама деген қызық қой, қызықты жерін сызып қой дегенде осы ойын сараптамасын жасай кететін болсақ. Яғни біздің механизм қай жағынан тиімді және мықты болды. Біздің механизм эмпатия және достықты құру, яғни 1-ші сынып пен 4-ші сынып аралығында. Яғни бұл эмпатия және достық сабағын енгізу арқылы біз балаларға не үйрете аламыз? Себебі біз балаларға буллингтің не екенін, яғни бір бала буллингке ұшыраған адамның орнына және буллингті көрсететін орта арқылы бүкіл бір-біріне сол нәрсені үйретіп, көрсетіп және буллинг көрген адамға қандай ауыртпалық сезінетінін көрсе, бұлар өзіндік, яғни қандай ауыртпалық болатынын сезініп, бүкілін сезінгеннен кейін олар буллингтің қандай жаман нәрсе екенін сезінеді. Яғни біз жаңа мен өзім статистиканы айтып кеткенде 6 жасқа дейінгі, яғни 6 жастан бастап сезінеді. Яғни біз не үшін 1-ші сынып және 4-ші сынып аралығында? Себебі олар осы нәрсені қабылдау арқылы, яғни санасына әбден сіңіру арқылы олар үйренеді. Кейін болашақта буллингтің қандай жаман нәрсе екенін. Сол арқылы біздің механизміміз өте тиімді десек те болады. Және біз не істедік? Біз дефиницияда буллингтің не екенін, қандай физикалық ауыртпалығы қандай екенін, психологиялық қысымы қандай екенін бүкілін айтып кеттік. Және философия, тәрбие талбесінен басталды. Яғни бала мектепте не үйренсе, соны әрі қарай алып кетеді деген секілді қылып айтып кеттік. Және не үшін ерте жастан бастау керек екенін бүкілін айтып, қамтып, және механизміміздің қандай тиімді жақтары бар екенін статистикамен, фактпен бүкілін келтіріп, бұл қарсыластыру механизмінен артық болды десек те болады. Яғни өзіндік мысалдар бүкіл арқылы осы қарсыластыру механизмінен өте артық болды. Сол үшін біздің механизміміз өте тиімді нәрсе деп санаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі үкімет фракциясының бірінші спикеріне. Жақсы, олай болса, дебат деген қызық жерді сызып қой. Ең алдымен өзімнің 1 минуттық дебатымды жүзеге асырып кетсем. Ең алдымен мен қарсылас команданың екінші спикері айтқан механизмді толықтай жоққа шығарғым келеді. Бұл қандай механизм болды? Бұл эмпатия мен достық сабақтары. Яғни бұл кісілер мектепке жаңадан пән енгізіп, оны оқушыларға оқытқысы келеді. Және бұл туралы тағы мынадай дүние, үй тапсырмасын береді, ата-анамен жұмыс жасауға. Мен осы ретте екі нәрсені айтқым келеді. Біріншісі, қазіргі таңда оқу бағдарламасы онсыз да қиын. Оқушылар аптасына 42 сағат сабақ оқиды. 7 сабақтан, 6 сабақтан болып жатқан кезде, соңғы 4-5 сабақтан қайтып кететін оқушылар сіздердің қосып қойған сабақтарыңызға қатыса қоюы екіталай деген дүние. Одан кейін біз үйге тапсырма береміз, ата-анасымен бірге подкасттар, видеолар түсірсін дейді. Енді сіздерге сұрақ, қазіргі заманның негізгі мәселесі не? Бұл балаға ата-ананың көңіл бөлуінің жетіспеушілігінде. Енді сіздерге сұрақ, 24-те 7 жұмыста болатын ата-ана оқушының үй тапсырмасына 1-2 сағат подкаст түсіруге отыра ала ма деген дүние. Бұл іс кезегінде оқушының көңіл күйін түсіреді. Не үшін білесіздер ме? Себебі үйде ата-ана жоқ, ол тапсырма орындайды десе ата-анасын таба алмайды. Бұл іс кезегінде ата-ананың оған көңіл бөлмей жатқандығын оған түсіндіріп береді. Сәйкесінше бұл оқушыға өзіне өзі буллинг жасағанмен бірдей дүние болып өтіп кетеді. Кеттік. Үкімет тарапында нағыз сараптаманың қандай болатынын көрсетіп кетейін. Ең алдымен бізге берілген қарар, бұл балада мектептегі буллинг мәселесінің ең тиімді мәселесі, ең жақсы шешімін ұсынады болды. Алаңға келді. Үкімет тарапының лидері өзіндік дефиницияларды қойып, проблематиканы анықтап, нақты буллингтің 4 түрін ұсынды. Физикалық, сөзбен, әлеуметтік және кибербуллинг. Және оппозиция тарапының оған келген қарсылығы, буллинг тек физикалық тұрғыда емес, сөзбен, әлеуметтік тұрғыда кибербуллинг жасау деген дүниелерді айтты. Бірақ оның барлығы үкіметтің дефинициясында болды. Одан кейін статус-кво. Алаңда кімнің статус-квосы тұрды? Бүгінгі таңдағы буллингтің қандай деңгейге өршіп бара жатқанын қай жақ тиімді түсіндіріп берді. Әрине, үкімет тарапы нақты статистикалар, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, білім және ғылым министрлігінің нақты статистикаларын көрсетіп,
қай тарапта статус квоның бар екендігін сездірді. Одан кейін механизм мәселесі. Қарсылас команданың механизмдері түгелдей құлады деген ойдамыз. Себебі ол кісілер жаңағы эмпатия мен достық, жаңа пән енгізу, анау мынау деген дүниелерді айтады, бірақ шын мәнінде олардың соңында нақты не нәрселерді көздейтіндігі айқын болмай қалады. Біз баланы ерте жастан тәрбиелегіміз келеді деп, ерте жастан қалай тәрбиелейсіз деген сұрақ қалып қояды. Сіз 1-2-3 жастағы бірінші, екінші сыныпқа жаңа келіп әріп танымайтын балаға буллингтің не екенін бірден түсіндіріп бере алмайсыз ғой. Оның буллинг деген сөздің өзіне әзір тілі келмейді деген дүние. Бізде болды әлеуметтік үшбұрыш, отбасы, оқушы, мектеп институттарын дамытып, өзара қарым-қатынасты арттыру, одан кейін достық бұрышы, оқушыларға өзара кереметтей байланыстарды орнату, анонимді түрде өз мәселелерімен бөлісе алу деген дүниені келтірдік. Одан кейін эмпатия театры, анти-буллинг QR-код қабырғасы, буллингсіз подкаст дүниелерін айттық. Осылардың ішінде тек жаңағы достық бұрышы деген дүниеге ғана қарсылық болды, ал қалған 4 механизм өзінің нақты нәтижесін беріп қала берді. Одан өзге механизмдік саяси қарардың негізгі ережесі бойынша кім қашан қалай деген 3 сұраққа қарсылас команданың тарапынан нақты жауап берулер болған жоқ. Ол кісілердің механизмдері қалай жасалынады, кім жасайды, қашан жасайды, нәтижесі қандай болады, ол туралы нақты нәтижелер болған жоқ. Ал мен өзімнің сөзімнің соңында үкіметтік кейстің соңғы премьер-министрлік мінберінде бізде қазіргі таңда 2023 жылғы көрсеткіш бойынша буллинг көлемі 32%-дан жоғары болып тұр дедім. Енді біз жұмыс жасау арқылы осыны 3-7% көлеміне шейін азайта алатынымызды келтірдім. Сәйкесінше біздің тарапта буллинг мәселесінің ең жақсы шешімі ұсынылды. Менің ойымша барлығы айқын, үкімет тарапы алаңда өзінің жеңісін қолдан берген жоқ деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет. Алаңда болған үкімет тарапының премьер-министрінің өзін сақтаған ойын үшін алғысым шексіз.